Құрметті форум қонақтары мен қатысушылары. Бірнеше минуттан кейін осы залда келесі сессия басталады. Халықаралық автомобиль көлігі қызметкерінің жаңа мүмкіндіктері. Залда өз орындарыңызды алуларыңызды сұраймыз. Уважаемые гости и участники форума, через несколько минут в данном зале начнется сессия. Международные автомобильные перевозки, новые возможности автотранспортных услуг. Просим вас занять свои места в зале. Dear guests and participants of the forum, in just a few minutes, the following session will begin in this hall. International road transport, new opportunities for motor transport services. Please take your seats in the hall. Добрый день. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Бізді уақыт бойынша келе жатыр екенбіз. Өзіміздің панельдік сессиямыздың бірінші кезекте айтарым, өздеріңізді Қазақстан Республикасының көлік министрлігі атынан нөмірі 5 панельдік сессияда сіздерді көргеніме қуаныштымын деп айтқым келеді. Шынайы өзімнің алғысымды айтқым келеді. Осы біздің іс-шараны қолдап келіп отырғандарыңыз үшін, Алматы қаласына сапармен келіп, осы халықаралық автомобиль тасымалдар жөнінде мәселелер бойынша талқылауға келгендеріңізге қуаныштымын. Мен бүгін модератор боламын. Менің есімім Селим Қуанышұлы. Мен Қазақстан Республикасының көлік министрлігінің көлік бақылау жөнінде қызметкер болып табыламын. Бүгінгі бізде сөз сөйлеуші 5 адамымыз бар. Егер рұқсат етсеңіздер, оларды таныстырып өтейін. Умберто де Бретта мырза, автомобиль көлік халықаралық одағының бас хатшысы, Сақтағанов Мақсат Әбдірұлы, Қазақстан Республикасы халықаралық автомобиль тасымалдаушылары одағы президенті Рома Саустинкас, Қазақ Литва іскерлік кеңесінің төрағасы Санжар Пулатов, Өзбекстан халықаралық автомобиль тасымалдаушылары қауымдастығының төрағасы Қасанов Кабиб Намик оғлы, Әзірбайжан халықаралық автомобиль тасымалдаушылары қауымдастығының президенті, және Карпук Александр Николаевич, Беларусь Республикасының халықаралық автомобиль тасымалдаушылары қауымдастығының бас директоры. Біздің кейбір спикерлеріміз ағылшын тілінде сөйлейтін болғандықтан бізде ілеспе аударма жүріп жатыр. Егер рұқсат етсеңіздер, әрбір жаңа сөз сөйлеушіге 10 минуттан беріледі. Біздің регламентіміз осындай. Егер сұрақ жауап болатын болса, сұрақ жауапты барлық спикерлер өз сөзін сөйлеп болғаннан кейін ғана көшеде ұсынамын. Онда бірінші сөзді бас хатшы мырзаға берейін. Осы автомобиль көлік халықаралық одағының ируі деп аталатын Умберто де Бретта мырза. There we go. Міне жұмыс істеп бастады. Енді кішкене бір техникалық кідіріс болып қалды, бірақ оған қарамастан жалғастыра береміз. Бірінші өте бақыттымын осы жерге келіп отырғаныма. Бірінші жаңа жібек жолы жөнінде тақырыбын айтып кетейін. Бұл дегеніміз біздің жаңағы одаққа өте жақын мәселе. Біздің өзіміздің одағымызда Орталық Азия жаңа мемлекеттердің өкілдері бар. Бұл дегеніміз өте бір маңызды. Біз ұйым жөнінде білмесеңіздер, біз көлік жолы одақтастарының басын қосамыз, бірақ Орталық Азия бір ерекше бөлігі деп айтуға болады осы әлемнің. Себебі сіздерде көбінесе құрлықтағы мемлекеттер. Енді Орталық Азияға мән беретін болсақ, мен
жыл бұрын ғана қозғап отқан жоқ, мен қазіргі тарихты айтып отырмын. Осы контейнерлеу, жаһандану процестерінің дамуына байланысты бізде әлемде 40 порт болды, яғни осы жаһандық сауданың 80%-ын құраған. Соған кесірінен бізде сол әлемнің бөлігінде сауданың әртараптандыруы болған еді. Және бізге халықаралық көлік одағына біздің жаңа көкейімізге сұрақ келді, осы құрлықтағы мемлекеттердің басын қалай қосуға болады. Және Біріккен ұлттар ұйымының құрлықтағы мемлекеттері осы ең дамушы құрлықтағы мемлекеттер жөнінде айтып өтейін. Мен өзім құрлықтағы мемлекеттен келгенмін, Швейцария деп айтылады. Құрлықта мемлекет болу дегеніміз бір-біріне байланысы бар деген сөз емес. Егер байланыс болу үшін, әлемде саудаға шығу үшін, қол жеткізу үшін арада байланыс болу керек. Егер сіздерді мен Женеваға шақырсам, мысалы жаһанданудың не екен, бір 29 мемлекеттен жиналу керек, яғни бір кофе ішіп сөз алмасу үшін. Енді бүгінгі президенттің сөзін ести отырып, бұл жаңаға сөзді жазған адам түсінбеді ма деп ойлаған болып, себебі бұл жерде тек қана темір жол жөнінде сөз қозғалды. Бірақ әрине бұл жерде жол мәселесі де көтерілу керек деп болмаймын, себебі Орталық Азия мемлекетінде осы сауда әртараптануында Орталық Азия кірмей қалған болатын. Егер Орталық Азиядан өтетін болсақ, бұл не керемет, бірақ тауарларды шынында қалай жеткізуге болады? Мысалы үшін кішкентай бір ауылда бір өсіп жатқан нәрсені алып қалай басқа елге жеткізуге болады, қалай жаһандану процесіне енгізуге болады. Мысалы фур арқылы дейміз. Сондықтан экономикаларды дамыту маңыздылығы осы жерде өседі. Себебі бізде 3 басымдылық бар. Бірінші цифрландыру, жаңағы көміртексіздендіру және жүргізушілердің жетіспеушілігі. Әрине бұл жерде одан да маңыздысы ол даму. Экономика дамып отыру керек, оны дамытып отыру үшін тауарларды жаһандық нарықпен байланыстыру және олай жасаудың жалғыз жолы, пайдалы жолмен, ол жаңағы фурамен. Егер біз Орталық Азияны алатын болсақ, оның 80-90% жүк тасымалдары осы көлік арқылы, темір жол емес, көлік арқылы өтеді. Егер біз ақша жағынан айтып жатсақ, бұл өте бір дегеніміз жаңағы көлік жолына өте тәуелді Қазақстанның экономикасы. Егер біз Ұлы Жібек жолының тұжырымдамасына қарайтын болсақ, мен 30 жыл болды жұмыс жасап жатқаныма, 25 жыл бұрын біз Орталық Азияның экономикасын байланыстыру тұжырымдамасы бізді өте қызықтырған болатын. Ол жерде бір бастаманы бастадық. Бұл жаңа Еуразияның жол бастамалары деп аталады. Ол жерде біз түрлі Орталық Азия мемлекеттерін әлеммен байланыстыру жөнін қарастырған едік. Және қағаздағы нәрсені практикалық тұрғыда жүзеге асыру үшін біз түрлі мамандарды тарттық. Және ол кезде әңгімелер әлі есімде, адамдар маған қарап, Бейжіңнен Бруслге дейін жаңағы жүк көлігін қалай апаруға болады деп дегенде мен сол кезде айтатын едім, бұл мүмкін нәрсе деп. Бұл шынында өте оңай нәрсе, оның инфрақұрылымы жақсы, ол жердің шынында да тиімді түрде бұны жүзеге асыра алдық. Енді жақсы жаңалық бұл болғанымен, бір жаман жаңалық та бар. Ол жерде әрине шекарада қандай да бір кедергілерге тап болдық. 40% уақытымыз шекараға жаңағы жұмсалып отырды. Себебі күтуге тура келді. Сондықтан біз бұл жерде мүмкін екенін көрсете білдік. Және Америкадағы тауар жаңағы бөлігіне келетін болсақ, ақш Қытайда өндірілетін тауарларға тәуелді. Сондықтан 2 апта күтіп отырамыз. Мысалы үшін бұл жерде сұрақ туындайды, қалай тиімдірек тауарды алып келуге болады. Яғни бұл жерде жауап Қытайдан Орталық Азияға апару, Түркияға апару, одан кейін Американың 60% нарығын құрайтын жерге апару болатын. Мысалы үшін
Канада ақш болмасын, соның барлығын жаңағы шығыстағы портқа алып келу. Бұл жерде бір осының бәрін жасап жатқан кезде үлкен әлеует көрдік. Адамдар бізді ойлаған, бізді есінен ауысып кеткен шығар деп, бірақ жоқ, бірақ біз түсіндік, құрлықтағы мемлекеттерді біз байланыстыра аламыз. Біз сол кезде айттық, бұл мемлекеттердің экономикасын байланыстыруға әбден болады деп. Ол кезден бері біз көп жұмыс жасадық аймақта. Бүгін нағыз айтылатыным көп адамдар осы жерде біледі деп ойлаймын. 94 жылдары құрылған Біріккен ұлттар ұйымының 1956 жылғы Біріккен ұлттар ұйымының конвенциясында айтылған осы бұл жүйенің ең көп қолданушысы ол Өзбекстан. Себебі Өзбекстан барлық қолынан келгенді жасады осы құрлықтағы мемлекеттермен байланыс болу үшін, және жеке секторындағы және үкіметтік органда екеуінің арасының байланысы бұл мен ешқашан көрмегендей, себебі бұл жеке сектор жаңа мәселе болды, үкімет жағында мәселе болды, екеуі отырды да бұл мәселені шешті. Және қазіргі таңда Өзбекстан нөмір бірінші осы тер жүйесінің қолданушысы. Мен Түркменстан мемлекетінде болған кезде басқа мемлекеттерде де сұраған едім, бөлмеде болған, бұл жерде не істеп жүрсіздер деп. Бір ақш сіздерге барлық құралды қамтамасыз етіп отыр, ал сіздер үйге барып жылайсыздар дейді. Ал сол ақш беріп отқан құралдарды қолдануға болады. Бізде оның орнын айтуға болады, барлығы керемет жұмыс жасап жатыр. Жоқ, барлығы жақсы жұмыс жасап отырған жоқ. Бізде әлі шекарада мәселелер бар. Біз осы транзитте 50% уақыт шекараларға жұмсалады. Неге? Себебі біздің жүйелеріміз үйлестірілмеген, бізде тер жүйесі бар. Көп мемлекеттерде осындай жүйелер жұмыс жасап отыр, бірақ бізде осы барлық ақпараттардың бір-біріне жеткізіліп, уақытылы жеткізіліп отыру үшін қамтамасыз етуде жүйе орныққан болатын. Бірақ мына мемлекет мысалы үшін бұл дерек барлық мемлекеттерде бола бермейді, бірақ сол жинаған деректі біз бөлісе білуіміз керек. Себебі егер жүк көлігі тұрса, не үшін оны ұстап тұру керек? Және біздің осы көлік одағы жылдар бойы осындай мәселемен кепілдік беріп айналысып келе жатыр. Бізде бір ғана қауіпсіздік жөнінде мәселе болған емес, мүлде өмірімізде. Сондықтан жүк көлігі не үшін тоқтатып отыру керек? Тер дегеніміз ол деген қауіпсіз деген сөзді білдіреді ғой. Не үшін ол көлікті ұстап тұру керек? Сондықтан оны жіберу керек. Егер де бір нәрсе жаңа дұрыс болмаса, онда көлік одағы араласып барлық мәселелерді шешеді. Бірақ осы қауіпсіздік мәселесіне байланысты бізде мен бұған дейін бұл хатшыны электронды түрде жіберген болатынмын. Менің балам Сәлембек, ол осы жасанды интеллект саласында жұмыс жасайды. Ол әкесіне маған күліп айтады, өзіңмен алып жүру 50 құжатты қалай алып жүресің дейді. Осындай заманда неге парақтасып жүресіздер дейді. Біз былай сөйлесеміз дейді. Мынаны неге қолданбайсыңдар деп айтады маған. Және біз соны қарап жатқан кезде осы 50 құжаттың ішінде 95% ақпараттың бірдей. Сондықтан не үшін біз сол қағаздарды тастай алмаймыз? Мына жерде технология бар. Біз өзіміздің заңды жаңағы құрылымдарымызды құруымыз керек. Мысалы, кеше министрге де айтқан болатын, Қазақстан үшін ECMR дегеніміз ол негізгі документ. Қазақстан оған қол қойып, ратификациядан өту керек ECMR протоколынан. Сондықтан біз тезірек, жеделірек жұмыс жасап, осы алмасуға мүмкіндік туы үшін. Бірақ осының барлығына көз салған кезде біз сөзімізді іске айналдыра білуіміз керек. Осы цифрландыру жүйесін жүзеге асыру керек. Сондықтан мен үйіме барып, балама айту үшін міне біз жасап жатырмыз деп, сол кезде балам айтады, иә, баяғыда бастауларың керек еді деп. Енді біз бұл жұмсақ инфрақұрылымға келген кезде бұл арзанырақ болады. Осы миллиондаған ақшаны осы жол саласына келген кезде біз әрбір миллиметрді қолдаймыз, әрбір сол ғимараттарды. Бірақ тауарларды барынша жедел, оңтайлы жеткізу үшін бұл өте жақсы мүмкіндік. Мысалы, Қытайда да тер жүйесі жақсы қолданылуға енгізіліп жатыр. Олар барынша жаңағы қолдану қарқыны жақсарып жатыр. Бірақ қауіпсіздік мәселелері бойынша және жеделдестіру мәселелері бойынша олар өздерінің уақытын
2 есе қысқартқан болатын осы тер жүйесін қолдану арқылы. Пәкістан министрі де бүгін бізбен бірге отыр. NFC деген ұлттық компаниясымен бірлесіп осы тер жүйесін барынша қолданып жатыр және 200%-ға ұлғайтқан болатын осы өңірден өтетін және әлемнің басқа өңірлерінде де қолданып жатқан жүйені енгізу бойынша. Сол жердегі біз тек сөйлеуді ғана қоюымыз керек, іс-шараға көшуіміз керек. Мынаны жасауымыз керек деп айтудың жиналып көп керегі жоқ. Біз білеміз не жасау керек екенін, қолымызда барлығы бар, үкімет бар, жұмыс жасайтын нәрсе бар. Сондықтан біздің сөзіміз тез арада іс-шараға айналуын қамтамасыз етуіміз керек. Осы өркендей беру үшін, бейбітшілік болу үшін көп рахмет. Көп рахмет. Умерто де Претто. Бұл халықаралық автокөлік тасымалдауында үлкен қызығушылық танытып отырсыздар, бірақ кім білетін, кім білмейтіндері де бар туралы. Негізінен бізде Батыс Европа, Батыс Қытай жолдары бар бізде. Қазақстаннан Қытай, Ресейге, кейін Европаға жүреді. Осы жердегі осындай кең ауқымды жобаны іске асыруда сіздер өз кездеріңізде ИРО-дың қолдауымен бірге жүзеге асырғансыздар. Мен қателеспесем, оларды әлі де бізге үлкен карта сыйлаған кезде министерствома басқа жерлерде ол көп уақыт бойы тұрды. Және осы идея арқылы кейін осы жолды салды. Бірақ қазірде бұл біздің шындыққа айналды бұның барлығы. Бұндай үлкен мемлекетті Қытай ретінде тауар шығаратын, басқа жағынан тұтынушылар мемлекеттеріне қарайтын болсақ, біз барлығымыз осы транзит арқылы қаржат тапсақ болады. Келесі сөзді бізге Қазақстан Республикасы халықаралық автомобиль тасымалдаушыларының одағының президенті Мақсат Сақтағановқа сөз кезегін береміз. Жұмыс істеп тұрмы? Қайырлы күн, қадірменді әріптестеріміз. Барлықтарыңызды көруге қуаныштымын. Мен шын жүректен Юрий Иванович Лавриненко қол соғып қояйық. Бұл біздің министр әріптесіміз, оның келе жатқан мерейтоймен құттықтап қояйық. Бүгін біз оған үлкен рахмет деп айтуымыз қажет. Халықаралық автокөлік дамыту туралы үшін, Қазақстандағы даму үшін көп рахмет айтқымыз келеді. Осыны жалғастыра берсем болады ма? Болды, рахмет. 89 жылдан бері Қазақстанда белсенді түрде жұмыс істеп келе жатыр. Және сол кезде біз тарих тұрғысынан айтатын болсақ, біз екі бағыт бойынша жұмыс жасадық. Еуропа, Қазақстан және Қытай мен Мәскеу, яғни Азия бағыты бойынша жұмыс істедік. Және барлық тасымалдаушылар екіге бөлінген, немесе оларды еуропалықтар, немесе қытайлықтар деп атайтын. Және сол кезде біз ұзақ уақыт бойы ойланғанбыз. Осы екі жолдарды бір жолға қалай біріктіруге болатын туралы көп сөйледік. Біз Еуропаға барып, тауар алып, кейін қайтқанбыз. Қытайдан тауар алып, Мәскеуге алып, ресейлік тауарды алып, Қазақстанға алып келетіміз. Бірақ осы екі түсініктерді қалай біріктіру туралы 2004 жылы мен Женеваға барғанмын көктемде. Осы бағдарлама туралы түсіндіріп кеткенбін. Берлин, Пекин туралы. Бұл жерде қандай жүктерді Ресейге, қайсыны Украинаға
кейбір тауарлардың бір бөлігін Түркияға да тасымалданғанбыз. Сол кезде Мартин Малми осының барлығын қабылдап, 2005 жылы барлығымыз Пекин Берлин жүк тасымалы жасайық деп айтты. Бұл нақты 20 жыл бұрын болған, және осы бойынша 20 жыл бойы біз бес бос контейнерлік жүк тасымалы жасайтынбыз, оларды тасымалдайтынбыз, ол жерде тауар бар деп айтатынбыз. Және әр қалада, Мәскеуде, Ригада, Варшавада, барлық жерлерде біз ереуілдер жасайтынбыз. Жүк тасымалданады ма дейтін ба. Ол жүк тасымалданатына ешкім сенбейтін. Контейнер Шанхайдан Гамбургға дейін $3000 тұрса, ол қалай тасымалданатын болады. Сол кезде біз $15,000 дейін қаражат беретінбіз, бірақ қазір 25 жылда тасымалдану жатыр бүткіл жүктер, және олар Қытайдан Еуропаға барады, Бельгияға, Колумбия, Германия, Швеция барлық жерлерге барып жатыр. Және сіздер оның куәгерлерсіздер. 2005 жыл оған ешкім сенген жоқ. Біз ол кезде үлкен картаны сызып, транспорт көлік министрлігіне бардық. Бізге жолдар қажет, бізге қызмет керек, бізге жақсы еуропалық жолдар қажет, 4 бағаналық, 6 бағаналық, бірақ бұған ешкім сенген жоқ. Бірақ 2007 жылы осындай көрмеде бізге Астанада Даниал Ахметов келіп, Назарбаев президентімен бірге келіп, олар бізге былай деп айтты: Нұрсұлтан Әбішұлы, біздің Ахмет премьер-министрімізге осы тақырып туралы айтқан. Осыдан кейін біз министрлікке ұзақ уақыт бойы дәлелдеп келдік. 2008 жылы жол құрылысы туралы мәлімдедік. 2008 жылы осы жолдарды құра бастадық. Қазіргі кезде білесіздер, бұл жолдар қазір бар, жақсы қалыпта. Және бұлар әлі де салынып жатса да, кейбіреулері әлі де бізде бар екенін біз білеміз. Бізде бұндай порттар бар болуын Еуразияның ортасында орналасқан мемлекетте қалай қою туралы бізде болады теңіз порттары, және де өзге де порттар да болады. Осы Харгуста пайда болды ең алғаш рет. Бұл порттың жүйесі экономикалық, және шын мәнінде дәл осы порттарда өздеріңіздің жүктеріңізді кез келген мемлекет алып кете алатыны туралы айтылған. Яғни Қытай туралы білесіздер, Қытайға қалай кіру керек, Қытайдағы стандарттар қандай, цифрландыру қандай, өздерінің нақты бір өздерінің ережелері бар. Ең алғаш рет Қытайға қалай жібергенін есімде бар. Ең алғашқы жазу машинасымен жіберген. Кейін бұл қағазды қайда салу керек екен туралы сұраған кезде біз шкафтың үстіне қойып қажет екенін білмегенде сол тир деп жазып ары қарай жіберген. Және бұл біздің тарихымыз болған. Оны қайда қоятынын білген жоқ. Ең бастысы олар соны сол жаққа қойды. Қытайлар осы тирді ашты, және осы арқылы ең алғашқы жүк көліктері Ресейге, Еуропаға барды. Және бірақ қазір бұл факт екенін айта аламыз. Толған жүк көліктері ары бері жүретінін біз айта аламыз. Жолдар құрылып жатыр, транспорттар дамып жатыр. Әрине індет болды бізде. Жүк тасымалдау көрсеткіштері төмендеп кетті, бірақ осы Қытай серіктестерімен тасымалдау жүйелерінде, тасымалдау тізбектерінде өздеріміздің жүктерімізді өз жағымызда қалдырып, өздерінің бөліктеріне тізбек арқылы алып кетіп, және пластмассалық тюбиктарды жасаған. Сол арқылы біз бір-бірімізбен байланыс ұстамайтынымыз туралы дәлелдегенбіз, бірақ сол арқылы бізде жүктер тасымалданған, яғни жүйе жұмыс істеді.
Ең маңыздысы жүк бара берді, ол тоқтаған жоқ. Яғни ол дегеніміз жүк тасымалы жүрді, және бұл тир жүйесі арқылы жүрді. Содан кейін бізде шекаралық тасымалдаулар болды, бірақ бұл тир жүйесі көбірек тұрақты болды. Қазіргі кезде туралы не айта аламыз? Қазіргі кезде бізде жүк тасымалы көрсеткіштері төмендеп жатыр. Ол алғаш пандемия кезінде төмендеді. Енді ол кезде бізде қиындықтар болды. Қазірде оның жалпы мәселесі керемет емес. Әртүрлі бізде тексерістер жүріп жатыр, бірақ біз ол туралы не айта аламыз? Бұны да біз бастан өткеру керекпіз. Жүк тасымалдау ол ондай бизнес, ауырмайтын бизнес. Жалпы бұл жүк тасымалдау арқылы жүкті әрдайым өндіретінін, ол әрқашан өзінің тұтынушысын табатын білу керекпіз, және сол тауардың қажетті сатып алушыға да жеткізілетіні туралы білу керекпіз. Және қазір бізде жаңа технологиялар бар. Біз барлық 2005 жылдағы болған барлық технологияларды салыстыра алмаймыз. Біз көліктерге үлкен жәшіктерді қойып, сол жәшіктің үстіндегі серіктер арқылы машинелерді қадағалағанымыз туралы айта алмаймыз, өйткені қазір технология дамып келе жатыр. Бірақ құжаттар туралы да, цифрландыру туралы да солай айта аламыз. Қазіргі Қытайдан келген жүктер құжаттар бойынша соңғы тұтынушыға жеткені туралы бізде құжаттарда жазылады. Ең бастысы жасыл жолдар болуы қажет, мінсіз даму болуы қажет. Бірақ мұнда кейбір мәселелер бар, енді Ресей мен Украина арасында қақтығыстар бар, және бұл факт бірнеше уақыттан кейін адамдар достасатынына сенемін. Біздің президент Тоқаевымыздың жүйесі, яғни бұның барлығын реттеу туралы, яғни барлық қатынастарды бірімізге реттеуіміз қажет. Мысалы, бізде Өзбекстанмен, Қырғызстанмен, Түркменстанмен барлығымызбен қарым-қатынас бар. Мысалы, Түркменстанмен біз бірге жол таба алмадық, визаларды жасай алмадық, бірақ соған қарамастан бұл барлық мәселелер шешілді, визалар алынды, машинелер кірді. Ең бастысы бізде ілгерілету бар осы салаларда, және сауда бойынша. Сауда үшін бізге көліктер қажет, сондықтан көліктер көбірек даму қажет, себебі сол арқылы бізде көбірек тұрақты экономика болады. Сондықтан мен ойымша біз осының барлығын іске асыруымыз қажет. Рахмет осы ұйымдастырушыға осындай жақсы пікір айтқаныңызға. Рахмет, Мақсат Абдырович. Бұл шынымен де тарих деуге болады осы халықаралық автокөлік тасымалдау саласында Қазақстан Республикасының. Сіз мемуар жазасыз ба өзіңіз? Сізге мемуар жазып бастау керек сияқты ғой. Себебі өскелең ұрпақ білу керек. Осы жұмыстың бәрі кімнен басталғанын, өзіңіздің көп жылдық тәжірибеңізді ұрпаққа қалдыруыңыз керек. Сондай мемуар жазып қалдырыңсаңыз деген өзіңіздің қызықты жаңа сөз сөйлегеніңізге рахмет. Келесі Ромас Хостингс мырзаға сөз беруге рұқсат етіңіздер. Рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Осы форумның қатысушылары Мақсат мырза айтып өткендей, 20 жыл бұрын әлі есімде бірінші көліктер Бейжіңнен, контейнерлермен Литва ары қарай да келген болатын. Ол жерде бір қиын болған еді, түсіну, яғни Бейжіңнен Еуропаға жол жүреді деп. Қазір ешқандай мәселесіз жүре береді. Енді бұл жердегі негізгі мәселе қандай? Өте көптеген бұл бизнесте регуляция деген нәрсе өте көп. Бұл жердегі біз үй сап жатқанда, тамақ жеп жатқанда, киініп жатқан кезде көлік әрдайым керек нәрсе.
және ол уақытында алып кетіп бізге көмектесіп отыру керек. Енді қазіргі уақытта көлік жүйесінің жағдайына келсек, мен көлік жүйесінде жұмыс жасап жатқан әріптестермен сөйлескен болатынмын. Уберто мырза да айтып өткен болатын, Мақсат мырза да айтып өтті. Егер 30 жыл бұрынға көз салатын болсақ, Еуропада және осы Азияда да байланыс болмаған еді. Жылдам интернет болған жоқ. Ол жерде біз, дұрыс айтасыз. Біз ол кезде жаңа КамАЗ айдап жүрген едік, шекарада да. Қазіргі кезде барлығы цифрландырудың арқасында барлығы да өте жақсы. Және жүк өте ақырын келеді, себебі біз шекарада көп уақытымызды өткізіп аламыз. Менің ойымша 70 жыл толады, Уберто мырза қателеспесем, алдыңғы жылы 75 жылдығын тойлап жатыр. Және бұл жерде өте бір маңызды жүйе бар. Сақтандыру жүйесі, яғни жүкті тасымалдай алатын, осы жерде бір айтып өткім келеді. Теркарнетке контрабанда алып жүретін қазір ешкім жоқ. Қазір сақтандыру жүйелері бөлек. Ешкім бұлмен айналыспайды, және өте Теркарнет бірінші орында емес екен, әрине өкінішті. Барлық мысалы үшін соңғы шешімді айтатынды Теркар дегеніміз өзінің бір арнайы орны бар жүк тасымалдауға келген кезде, яғни оның бір өзінің өтетін жолы болу үшін шекара арқылы. Егер қандай да бір ішкі оны тексерудің керегі жоқ. Бұрынғы замандағыдай жаңа тексеріп отырмайтын едік. Қазір ондай нәрсе болып отыр. Қазір бұл жердегі мәселе Теркарнетте мәселе бар деп ойлаймын. Себебі менің айтып отырғаным, бәлкім көмек сұрауға болады Уберто мырзадан осында келіп отырғаны үшін. Тек бір Литваның өзіне айтып керек емес, тек қана Қазақстанға айтып керек емес. Барлығымен толықтай жұмыс істеу керек. Егер біз қазір Грузияға қарайтын болсақ, Қытай арқылы, Беларусь арқылы, жаңағы Балтық мемлекеттер арқылы осының барлығын толық алатын болсақ, бұл мультимодальды тасымалдаулар. Барлығымыз бұны кейбір жерде тезірек көлікпен жетуі мүмкін, теңіз жолымен жеткізу тезірек болуы мүмкін. Осылайша жүк алушы тезірек және арзанырақ алатын еді. Және осындай бір түсінік бар, қоршаған орта деген. Мысалы үшін көміртек саясатта өте маңызды. Мысалы Америкада президент Трамптың айтуынша бұл бір қателік деп айтқан еді, бірақ өкінішке қарай олай ойламаймын, бұл қателік деп. Сондықтан көлік шешетін мәселе көп. Бұнда не айтарым? Өмірім бойы осы көлік саласында өткізген адамын. 37 жылға таяп қалды. Қазір 6 жыл түрік-қазақ бизнес кеңесінде жұмыс жасаймын. Біз әрбір жыл сайын кездесеміз, осы жерге келеміз. Осындай көлік рұқсаттары дейміз бе? Орталық Азия мемлекеттерінде ол негізгі валюта деп айтуға болады. Мысалы, еуро мен доллардан дамықтырақ, себебі олар үнемі жетіспей жатады. 6 жыл бұрын есімде Литва, Қазақстан арасында 4,5 мың рұқсат болған еді. Қазір бұл 9 мыңға жетіп отыр, тіпті 13 мыңға да жеткен жағдайлар болды, бірақ одан да аз болған кездер бар. Сондықтан сауда айналымының өсуіне қызығушылық бар, бірақ бұл жерде де әртараптандыру қажет.
Мысалы үшін жүк тасымалдаушы жүк тасымалдай алатын мемлекеттерді жаңағы тезірек және барынша оңтайлы болу үшін. Сондықтан бұл жерде сұрақтар көп пайда болатын. Мысалы Еуропа мемлекеттері өту керек жолдың бір бөлігі қазіргі уақытта бәлкім өзі бір маңызды болып отыр. Аялдамалар көп жетпейді, себебі жүргізушілердің жалпы қалай айтуға болады, көп адамға қызығушылық түсіп бара жатыр көп адамдар үшін. Тіпті Еуропада да бірінші, Қазақстанның өзінде де, Өзбекстанда да бұл түсіп жатыр деп ойлаймын. Жылына 10 мың адамдар келеді, осы нарыққа келеді, тіпті бұл жетіспеушілігі де бар. Сондықтан көлік саласына келген кезде регламент мен регуляциялар тым көп. Сондықтан бұның барлығы жеңілірек, түсініктірек болу керек деп ойлаймын, себебі бұл кәсіпке деген қызығушылық төмендеп бара жатыр. Яғни жүргізушіні жан-жағынан жалмап жаңағы кедергі келтірген кезде бұл кәсіпке әрине қызығушылық төмендейді. Енді көлік жөнінде айту керек, көп айтылып та жатыр, бірақ тек қана сөйлеп қана қоймай, шешімдер қабылдау керек. Шекарада қазіргідей көп көлік тұрмау керек, тезірек өтіп кету керек. Сол кезде көлік жүйесі барынша арзандай түседі. Қазір ол қымбаттап бара жатыр. Біз шекарада тұрған сайын бұл ақша деген сөз ғой. Тауарды алмайды жүк тасымалдаушылардан, олар ұзақ тұрады. Енді ол тауар жеткенше кәдімгідей ақша құртылып жатыр. Сондықтан шешім біздің еншімізде, оларды шешуіміз керек, және шешу біздің міндетіміз. Көп рахмет. Көп рахмет, Ромас мырза. Өте құнды ақпараттарға, сіз расымен де дұрыс айтасыз. Біз осы қолдағы кідірістерді шешуіміз қажет. Ең алдымен біз екі жақтық транзиттік тасымалдауға деген кідірістерді реттеуге байланысты мәселелерді шеше аламыз. Ең халықаралық автомобильдік тасымалдауларды дамытуға қажет болады бұның барлығы, және осы сұрақта сіздер бізді қолдайтындарыңызға сенімдімін, және бизнес сұрақтар ретінде де бізді қолдайтындарыңызға санжар болатын сөз бергім келеді енді. Көп рахмет, модератор мырза. Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар. Қазір мен халықаралық автомобиль тасымалдаулары гүлденіп жатыр. Соңғы 20 жылда мүмкін халықаралық тасымалдау көліктері өте үлкен қиындықтардан бастарынан өткеріп жатыр. Және бұның барлығын сіздерге барлық органдар мен құзыретті мамандар да айтып бере алады. Және бұның екінші өте маңызды артықшылығы бар, ол мобильділік. Егер бір шекара жабылса, ол басқа шекараға бара алады. Және мен қазір темір жолмен, немесе мысалы темір жол жабылса, сіз ары қарай бара алмайсыз, бірақ автомобиль арқылы сіз бір мемлекет немесе басқа мемлекет арқылы жүре аласыздар. Және неліктен мен соңғы геосаяси жағдайлар туралы білесіздер, әртүрлі шекаралардың жабылуы, және барлығымыз мұнда айтып жатырмыз, өте үлкен кезектерде тұрамыз. Біз әрдайымда автомобиль қажет екенін айтамыз, бірақ автомобильсіз ешқандай мінберді ешқандай жүк тасымалдана алмайды. Автомобильсіз
барлық әрбір тасымалдануда кемінде бір-екі рет автомобиль өз орнын табады. Бірақ та сұрақ мұнда, мен Өзбекстанның тәжірибесі бойынша айтамын, және сұрақтар болса жауап беремін. 7 жыл бұрын бізде 300-ге жуық бізде компаниялар болды, олар тасымалдаумен айналысқан. Кейбір бізде олар қазір бізде 2000-ға жетті, яғни 7 есе өсті. Көбінесе олар жеке бизнестер және орталық бизнестер. Олар дамый алады қажет кезде. Және де бүткіл шекаралар жабыла бастаған кезде 20-шы жылдары біз үкіметпен не жасайтынымызды шешкен кезде біз тасымалдау көлік министрлігімен бірге жұмыс атқаратынымызды ойладық, және дәліздер арқылы басқа нарықтар іздейтінімізді шештік. Ең алдымен біз Ауғанстан туралы шештік. 20-шы жылдан бері біз ол кезде талибандар болмаған кезден бастап ойлана бастағанбыз, және ол жердегі бұның барлығын қарастырып отырғанбыз, қалай, не болатын туралы. Теледидардан көрсететін нәрселердің барлығы теледидарда, бірақ шындығында барлығы одан жақсырақ. Мысалы, біздің 2 көліктеріміз ол жерде барып, қайтып келді. Біз олардан сұраған кезде бүткіл үкіметтің бақылауында, Ауғанстанда да соғыс болып жатқан, осының барлығы қалай іске асты десе, біздікілер барлығы керемет болды. Біз суретке түстік, бізге плов жасап бердік оларға, жолдарды көрсеттік. Теледидарда көрсеткендері ол бөлек. 22 жылдан кейін біз белсенді түрде басқа нарықтарды іздей бастады. Ол Қытай. Ең алғашқы біздің тасымалдаулар. Жүргізушілерге біз Қытайға барыңыздар деп айтамыз. 20-25 күн бойы тұрасыздар Еуропада. Ол жерде кезектер тұрады. Сіздер Қытайға барыңыздар. Жоқ, біз қытайша білмейміз. Мені өйстіп көмек алыңыздар. Қытай тілін білетін адамдардың тобын алып, олар қалай WeChat, тағы да басқа қосымшаларды қалай қолдануды көмектесті соларға. Циндао немесе басқа бір қаласында осының барлығы орын тапты. Және де белсенді түрде Қытай бағытында даму болды. Кейін бізде Сирия болды, Иран шекарасында. Неліктен? Өйткені бізде мобильділік кейде қамтамасыз ету керек болады барлығымен. Сол кезде үкімет немен көмектесейін деген кезде осыны жақсырақ жасайық, осыны алып тастайық, осыны қалдырайық деп айтамыз, ұсынамыз. Және де Еуразияның барлық мүшелерінің қосылуынсыз кіші және орта Азияның барлық жеке секторлердегі және мемлекеттің тарапынан ешқандай қолдау болмаса, ешқандай ілгерілеу болмайды. Кейбір мысалдарды айта кетейін. Біз Өзбекстан мен Қазақстан, Әзербайжан мен ең алғашқы жерлерді қолданды. Қазақстанмен халықаралық тасымалдау бойынша, ал Әзербайжанмен мультимодальды бойынша автокөлікпен алып келіп, ұшақпен алып кеттік. Екіншіден, біз Қазақстанмен ең алғашқы рет гипервидті қолдана бастадық, яғни электрондық жүйелер. Ол бізге нені береді? Бұл бізге ашықтықты береді. Барлық жүйенің ол жерде маған бермеді, анан бермеді дегендей жоқ. Жеткізуші қолында барлығы бар. Қолында болса, ол өтіп кетеді шекарадан. Оның барлығын үкімет көріп отырады, және осылай да келешекте болу қажет. СМР және басқа да құжаттар болу қажет. Сіз кезектерде тұрмаған кезде құжаттарды көрсетіп, анау жоқ, мынау жоқ дейтіндер болмаған кезде, барма болды, бар. Онда 5 минутта шекараның ішіне кірсең болады, кіретіндей жасалынады. Қазақстан біздің көршілеріміз, біз сіздерді құрмет тұтамыз. Бізде қазір өзімізге осы жүйені орнатуға ұмтыламыз, бірақ оған бізге инфрақұрылым қажет болады. Яғни Түркия мен Беларусьтің шекарасы, Болгарияның шекарасында
SMS бойынша келеді, бір тұрақтан сосын келесіне өтесіздер. Біз цифрландыру бойынша бұндай мен айтқан этир және қалғанда қосымшаларды ешкім орнатқан жоқ. Қазақстан басқа мемлекеттермен де белсенді түрде келісімдер жасап жүр. Қазақстанмен, Түркиямен және басқа да мемлекеттермен, қызығушылығы бар мемлекеттермен келісімдер жасауға тырысудамыз. Достар, осының барлығын жасайық. Бұл жеткізушілерге де жақсы болады, мемлекетке де жақсы болады. Бұл тиімді, ашық, анық болатыны рас. Және біз әрдайым не жасау керек екені туралы айтамыз. Бізді үкімет есту үшін. Бізде өте қызық бір мақал бар. Бала жыламағанша анасы оны тербетпейді деген. Және біз жеке сектор ретінде қазір біз осы бала сияқты әрекет етуіміз керек. Бізге үкімет анамыз бізге өзінің зейін қою үшін. Және осында экспортта қызметтер де өсіп жатыр. Және теңізге шығу туралы айтамыз. Біз теңіз халықаралық мұхитқа жету үшін екі мемлекеттен өту қажет мемлекет екеніміз білеміз. Қазақстанда мысалы бір мемлекеттен өтеді, бірақ ол жерге жету үшін бізде өте үлкен кезектер бар. Онымен не жасау керек? Ол өзенді бізге жақындату керек. Осы барлық жасалып жатқандардың барлығын жеделдету үшін, инфрақұрылымды жақсарту үшін. Мен бір мысал келтіре салайын, көбілеріңіз білесіздер, ол құпия емес. Қытайдан Еуропаға, яғни Германияға тауар тасымалдаған кезде еуропалықтар ол Ресейдің шекарасын өтпеуін қалайды. Бірақ бұл Каспий немесе Иран немесе Турциядан өтетін білеміз. Бірақ Каспийдан жаңа жылға дейін 40 күн бойы күтілді бұл тауарлардың тасымалдауы. Және жүргізушілердің уақытша кіру уақыты бітіп, барып кіргізіп, қайтып келетін. Мен Асат Асебаевамен сөйлестім. Бұл жерде осының барлығын паромдар немесе инфрақұрылымды жақсартума, осындай нәрселерді қарастыруды маңызды көремін. Енді мен не айтқым келеді, жаңа мүмкіндіктер ол біз жеке сектор, яғни біз отбасы ретінде және де үкіметтік органдар барлығымыз қызығушылық танытқан ұйымдар барлығымыз біріксеміз, іске асыра аламыз. Біз бұның барлығын қалай жақсартуымыз туралы ойланғанбыз. Осы жүйе әлі күнге дейін жұмыс істеп келе жатқандай іске асырған бұның барлығын. Енді келешекте бізді еске алмаса да, адамдар жақсы, тез және де тиімді жұмыс істегені еске алынады. Бұл ең алдымен цифрландыру және біздің барлық талпыныстарымызды біріктіру. Рахмет назарларыңызға. Көп айтпадым деп ойлаймын. Көп рахмет. Өте жақсы сөз сөйлеу болды. Шынымен де біз өзіміздің жаңағы қағаз банктерді электронды форматқа өткізу жөнінде сөз қосылғанда біз шынымен де қалай жасау керек екенін түсінбеген едік, бірақ ақырындап жұмысты бастап кеттік. Және бірінші өзіміздің Өзбекстан жақын көршілеріміз көшкен еді. Одан кейін Қытай тарапына да бұны ұсынған болатынбыз, бірақ ол жерде қиын болды. Тіл жағынан кедергілер болды және ақпаратты қауіпсіздік жағынан одан да қатты қиынырақ болды. Сондықтан оған қарамастан да Қытай тарапымен енгізген едік, бірақ бұның нәтижесі әрине айқын. Егер бірақ біз осы басқа 50 мың рұқсат құжаттары айналым болатын болса, онда бұл сан өсе береді деп ойлаймыз. Ол жақсы. Жолды жүрген ғана еңсереді деген жақсы сөз бар ғой. Біз де осы бағытта өз жұмысымызды жалғастыра беретін боламыз. Көп рахмет. Егер рұқсат болса, келесі сөзді
Асанов Қабиб Намиңоғлы мырзаға бергім келіп отыр. Көп рахмет. Иә, рахмет. Бірінші кезекте алғыс айтқым келеді осы ұйымдастыру үшін, шақырғандарың үшін, осы Қазақстан көлік қауымдастығының атынан сіздерге іске сәт деймін. Құдай бұйырса, футбол жағынан да қайрат жеңеді деген үмітіміз бар. Және осы транспорттық іс-шараларыңызда бәрі өте жақсы іс-шараларға толы күн екен. Бәрі жақсы өтсін деп тілеймін. Енді регламенттен асып кетпес үшін өзімнің сөзімді оқуға рұқсат етіңіздер. Транспорт, көлік саласы, қазір білесіздер, халықаралық экономикада маңызды рөл ойнайды. Осы сыртқы мемлекеттер арасындағы экономикалық қарым-қатынасты жасау үшін жаһандандыру және тауар ағындарын тиімді басқару, ресурстарды басқару сияқты мәселелер басты негізгі компонент болып табылады. Осы экономикалық тұрғыдан бұл контексте көлік тасымалдары экономикалық тұрғыдан өсуде өте маңызды рөл атқарады, әлеуметтік жағынан және жалпы бүкіл адамзаттың әл-ауқаттығы үшін, адамдар тасымалдау үшін, тауарлар тасымалдау үшін бұл еңбек нарығын кеңейтудің тағы бір жолы болып табылады. Осының бұл көлік дегеніміз ең тиімді құрал деп санауға болады. Осы бүгін сияқты басымызды қосып отыратын сауданы алға жылжыту, жұмыс орындарын жасау және адамдардың басын қосу мақсатында өте жақсы. Әзербайжан Республикасының көлік саясаты біздің инфрақұрылымды дамытуға бағытталған, өзінің тарихы бай мемлекет ретінде осында сауда және көлік саласында сыртқы экономикалардың байланысында Әзербайжанның рөлі үлкен. Өзінің географиялық орналасуының арқасында Әзербайжанның сыртқы экономикалық байланыстар саласында ойнайтын рөлі үлкен. Маңызды жаңа транспорттық дәліздердің торабында орналасқан, батыс, шығыс, оңтүстікті байланыстырады. Көлік жүйесінің басты бір негізі Каспий теңізі, оған қолжетімді болуы теңіз жолымен сауда жасауға мүмкіндік береді. Сондай-ақ көлік және темір жол салаларында дамыту жолында жұмыс жасайды. Каспийде жаңа темір жолдарын салу осы экономиканы дамудың нәтижелері болды. Осы жағынан Әзербайжан Республикасы халықаралық көлік хабына айналып келе жатыр, логистикалық хабқа. Бұның ішінде бірнеше негізгі бағыттары бар. Оның ішінде бұл дегеніміз экономикалық сауда және көлік логистикалық Еуропамен қарым-қатынастарды дамыту, Каспий, орталық Азия сияқты жаңағы орталық Азия мемлекеттерімен қарым-қатынасты дамытуға бағытталған. Мысалы Қытаймен ең тиімді құрлық жолдар арқылы өту және ең тиімді тауарларды жеткізу, сондай-ақ Транскаспий жолымен де жүріп өту дегеніміз біздің Әзербайжанның өңірлік рөлін нығайтуда маңызды. Әзербайжанның бірыңғай бір терезе бойынша саясаты, сонымен қатар көлік саласындағы саясаты және құжаттарды цифрландыру бойынша, электронды кезек сияқты бойынша жұмыстар, шекараны асып өту бойынша жұмысты барынша жақсартты және Әзербайжанға тауар әкелу, апару сияқты мәселелерді одан ары жақсара түсті және орталық ретінде рөлін күшейте түсті. Сонымен қатар электронды рұқсат бланктары жөнінде де жұмыс жасап жатыр және өткізу пункттері бойынша жандандыру сияқты жұмыстар жүріп жатыр. Бүгінгі таңда отырыста да біздің әріптестеріміз осы сұрақты көтерген болатын. Менде Умерто мырза, Санжар мырза, барлығымыз әрине электронды пермиттер жалпы қолдаймыз. Осының барлығын цифрландыру деген мәселені толықтай қолдаймыз әрине. Осыған байланысты президент мырзаның жарлықтары бар. Әзербайжан логистиканы жаңағы дамыту бойынша жол карталары бар. Әрине Әзербайжан дегеніміз осы Қытайдың бастамасын қолдаған мемлекеттердің бірінші болып қолдаған мемлекеттердің бірі, бір белдеу бір жол бағдарламасын осы бағытында
Әзербайжанның көлік және жаңа логистикалық орталық ретінде рөлін күшейту мақсатында келісімге қол қойылған болатын. Әрине инвестиция қазірде әрине бұл бағытта мәселелер бар. Мысалы үшін Каспий теңізінің жаңағы ағару деген секілді бұның барлығы осының барлығын кезекпен шешетін мәселелер бар. Еркін аймақ шығыс батыстың торабында орналасқан. Бұл дегеніміз теңіз жолы мен жаңағы сауданы Еуропа, Қытай, Иран, Ресей сияқты мемлекеттермен сауда алмасу үшін және таяу шығыс және орталық Азия мемлекеттермен тауар алмасуда процесті жеңілдетті. Осы шығыс зәңгізір дәлізіне қатысты болсақ, бұл дәлізді дамыту перспективасы болып отыр. Оның атын қалай болса да, оның ойнайтын рөлі маңызды болмақ. Бұл дәліз арқылы Кисловоддан Нахчыванға шығуға болады, одан кейін Түркияға және одан да ары кең аймақтарға шығуға болады. Зәңгізір дәлізімен Әзербайжанның транспорттық әлеуеті, сондай-ақ көрші мемлекеттердің орта дәліз тұрғысынан әлеуеті арта түседі. Бұл барлығымызға, өңір мемлекеттерінің барлығына мүмкіндіктер сыйлайды. Өзімнің жұмысы барысында біздің қоғамдастығымыз түрлі жобаларды қолдайды осы көлік транспорттарын дамыту бағытында, және осы жобаларды белсенді түрде жүзеге асырып жүрген ұйымдардың біріміз. Семинарларға белсенді қатысамыз. Осы жаңағы айыру семинарларына Трастайко сияқты ұйымдардың мемлекеттердің іс-шараларына қатысып, мемлекеттегі көлік транспортын дамытуға барынша үлес қосуға тырысамыз. Соңына қарай осы көлік саласында серіктестікке барынша дайын екенімізді айтқым келеді. Осы Еуразияда мультимодальды тасымалдар жүзеге асыру үшін көп рахмет назарларыңызға. Көп рахмет, Габиев Мамикоғлы. Бұл сіздің кіріспеңізге. Келесі сөз бізде Беларусь Республикасының халықаралық автомобиль тасымалдаушылар қауымдастығының бас директорына беріледі Александр Карпукқа. Қайырлы күн, қадірменді әріптестер. Бұның барлығын қайталай бермеген үшін біздің сұхбаттастықты аяқтағандықтан көптеген өзгерістер туралы айтылды. Жаһандық экономикаға өзінің әсерін тигізетін көптеген қақтығыстар бар. Сондықтан да жүк тасымалдау бағыттары да өзгеріп жатыр, және жүргізушілер осы бағыттар бойынша жүргенде біз оны жаңа логистикалық жолдар деп айтамыз. Оңтүстік шығыс жолдар. Біз бұл жерде көлік инфрақұрылым және де жол инфрақұрылымдар дамымаған туралы айтып кеттік. Бұл жерде нақты деректер де айтылды. Тасымалдаушылар қандай шығындарға ұшырайтыны туралы да, кідірістер себебінен белу және де одан да асқан шығындарға алып келетіні, және қазір бізде айтарлықтай инвестиция қажет болады бұған, және де бұның барлығы осымен бірге барлығы тезірек іске асырылса деймін. Қазіргі таңда мен Қазақстан президентінің сөзін айтқым келеді. Өзінің жолдауында ол мемлекеттегі жүк тасымалының әртүрлі перспективаларды айтты. Бұл жердегі көптеген шекаралық жеткізу тізбектері көптеген жаһандық стандарттарға сай келмейді, және біздің бәсекелестігімізде және басқа да салаларымызға өзінің жаман әсерін тигізеді. Мұнда ұлттық банктың есебі бойынша бұл инфрақұрылым тек қана физикалық инфрақұрылым жетіспеушілігінен ғана емес, сонымен қатар
өте тұрақсыз инфрақұрылым себебінен дамымай жатқаны. Және бұл жерде мен екі негізгі аспектке тоқталғым келеді. Бұл тұрақсыз инфрақұрылымға жататын. Яғни осы жерде біз жақсарта алатын екі аспект. Бұл жерде жіберу бағыттары бойынша бұл жерде электрондық кептелістер себебінен туындайтын инфрақұрылымдардың дамуы. Мұнда маған бірнеше есептерді берді. Карга рұқсат веб-сайтынан маған мұнда ақпараттар берілді. Қытай Халық Республикасында мұнда 19-шы қазында ғана ашылады. Мұнда басқа жерде де бір ай бойы ашылады шекарадағы жолдар. Яғни жеткізу бекеттеріндегі мұнда кептелістердің барлығы өздерінің керосиндері береді. Нұр жолында 436 адамдар өздері орын алып қойған. Досықта 233 375 кедергі 375 ең жоғарғы көрсеткіш болса да, ол жердегі шектен тыс шығып көптеген орындар алып қойған. Бұл жерде уақытпен күн таңдау бойынша орын алулардағы әртүрлі кідірістер. Мұнда 29-шы, яғни 20-шы жылғы 29-шы қарашада болған, яғни инфрақұрылымдағы қызметтермен және де цифрлік дәліздерінің Еуразиядағы бұның барлық осы жүйесі қолымыздағы инфрақұрылымның кіргізу қызметтеріне қайшы келеді. Бұл жерде өздерінің қаражаттарын алады да, айлықтарын алады, бірақ жарты күш бойынша жұмыс жасайды, барынша берілмейді. Бұндай үнемі болып тұратын орын алулар кезіндерде және де бұдан осындай кедергілер кезінде негізінде азырақ сұраныс жасалынады. Бұндай жерде басқа жүйе қажет болады. Жаңа және де барлық автокөліктерді тіркеу жүйесі қабылдануы керек. Дүкенге барғанда немесе басқа жерлерге де барғанда біз өзіміз кезекте тұратынымыз сияқты. Осылай біз бұндай процедураны өткеннен кейін тіркелу бойынша күту мерзімі кез келген айлақта, тұрақта тұруы мүмкін, немесе басқа жерлерде де тұра алады. Ол жерде нақты сол кіргізу жерінде ғана тұру ғана маңызды емес. Ол жерде үлкен кептеліс жасаудың қажеті жоқ. және мыңдаған, одан да көбірек көліктермен кептеліс жасаудың қажеті жоқ. Сонымен қатар операторларда осы онлайн режимде барлық маршрутты қадағалау бойынша мониторинг жүргізілуі керек. Бұл жерде көліктерге бөлінген қаражаттар FIFO деген First in, First out деген бағдарлама бойынша бухгалтерлік есептер жүргізілуі керек. Бұндай кездерде бізде электрондық кезек деген чатбот, SMS және басқа да жүйелер арқылы бізде құжаттар берілу керек. Бұндай кезде үлкен ұзақ уақыт өткеннен кейін осы күту кезегінде оның келесі бақылауына дейін көптеген жұмыстар атқарылу керек. Өте маңызды себептер бойынша, мен жаңа айтып кеткен сандар бойынша орындарды алып тұрған барлығы қалпына келтіріліп, және де басқа автокөліктері жүргізілетін болады. Бұндай жүйелер бізге жақсы жұмыс атқаруға көмек көрсетеді. Бұның толықтай іске асырылады. Сонымен қатар бізде автокөліктер шекараларға келіп, ол жерде оларды кіргізбеу оқиғалар да болып тұрады. Сондықтан бұндай
кездерде тіркелу мерзімі ол 1 апта ішінде жасалу керек болады. Бұл қолданыстағы механизмде тетіктерді біз өзіміздің басымдылықтарын бір элементтер ретінде көреміз. Бұл қаражаттарды біз алдағы электрондық жүйелерді, электрондық кезектердің дамуына жұмсауымыз мүмкін. Қазақстандағы мысалы қазір 100 МРП. Мен білмеймін қандай жеткізушілер бұндай $700 астам ақшаны төлеуге дайын екен. Бірақ олар оған дайын болса, онда ол азырақ сомада болуы қажет. 5% немесе 10% ол үкіметтік органдардың жұмысы болады. Және екінші мен айта кететін нәрсем ол алдын ала берілетін ақпарат туралы электрондық түрда. Қазіргі кезде негізгі бөлігі ретінде болады. Ол бізде қауіптердің алдын алу туралы, және ол жеткізушілердің алдында тұрса, өздерінің алдындағы шекарадағы бізде тіркелу тізімдеріндегі кедергілердің алдын ала болатын. Жалпы қазір қолданысымыздағы Еуразиялық экономикалық ұйымымыздағы бұл шекарадағы 30 МРП-ға жетеді. Бұл жерде жалпы электрондық алдын ала берілетін ақпаратты жіберумен бізде мәселелер бар екенін білеміз. Тергепеди деген ұйымымен берілетін яғни бұл мәселе, өйткені бұл қаражаттарды төлеу, Қазақстан Республикасына төлеу, ол азаматтардың ғана міндеттері, бірақ ол шет мемлекеттен келген тұлғалар емес. Қазіргі кезде МДП процедурасы көптеген жеткізу тізбектерінде әлі қолданылмаған. Оны қолдану үшін және оның қолдану көлемі қазіргі кезде біз оны 80%-ға дейін қарастырамыз. Жалпы көлемінен жүріп жатқан жүк тасымалының осындай тергепеди сияқты элементтердің арқылы бізде транзиттік құжаттарды да қаражаттық құжаттарды да интеграциялауға мүмкіндік береді. Тергепеди өнімдері арқылы алдын ала ақпарат беруді қамтамасыз ете аламыз. Қауіптердің алдын алу үшін бұл әсіресе жүк тасымалдарына өте маңызды болады. Солардың бір партиялары бөлек бір транзиттік қағаз қажет болған кезде өте маңызды болады. Бірнеше ондаған жүздеген әртүрлі жіберулерді біріктіреді, яғни бірыңғай транзиттік мәлімдемеге бұның барлығын біріктіреміз. Яғни жүк жолдамаларын тездетеді. Сонымен қатар қорытындылай келе мен Қазақстан Республикасының президентінің үндеуіне қайтып келгім келеді. Акиматтардың барлығына қызмет көрсетуді жақсартуды талап етемін. Бұның барлығы Қазақстан территориясында жүк тасымалдарына ешқандай кідірістер болмау керек. Транзиттік жүк тасымалдарында жасыл дәліз бағдарламасы бойынша барлық талаптарына сай іске асырылуы қажет. Қытай, Қазақ шекарасында болып жатқан барлық жағдайларды ескере отырып, осы сөздердің барлығымен мен келісемін. Тиімді халықаралық сауданы жасау кезінде транзиттік әлеуетті үлкейтуге көмектесті, және мүше мемлекеттерге, Қазақстанның да басқа да мемлекеттерді халықаралық аренада өздерінің қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, осының барлығын жүзеге асыруға көмектеседі. Бұның барлығын іске асыру келешекке инвестициялаудың ең жақсы жолы болады. Рахмет, мен осымен бітіремін. Көп рахмет. Қысқадан нұсқа сөз сөйлегеніңіз үшін көп рахмет. Егжей-тегжей айтып бергеніңіз үшін. Шынымен де біздің салада, көлік тасымал саласында және көлік саласында көптеген мәселелер бар. Осы электрондық кезек қалай жұмыс істейді деген, осы Қазақстан мемлекетінде
осы жүйені ұстанушылар үнемі жақсарту жолында жұмыс істейді. Меніңше осы мәселелердің барлығы соңғы уақытта шешіледі деп. Қараңыздар, мынадай статистика бар. Жыл сайын Қытайдан Еуропаға теңіз жолымен 250 миллион тоннадан көп жүк тасымалданады. Оның 1% кемі Қазақстан арқылы өтеді екен. Бұл дегеніміз көлік тасымалдау саласында көп әлеует бар деген сөз. Енді осы жүктерді теңізден көлік транспортына қалай ауыстырамыз деген сөз бар. Мысалы үшін өте бір қолайлы жағдай жасау арқылы ғана біздің тасымалдаушыларымызға қолайлы жағдай жасау арқылы жасай аламыз. Умберт мырза жақсы атап өтті. Бұл жердегі маңызды рөл ойнайтын, мысалы үшін 50% уақыт көлік транспортты тасымалдауда 50% уақыт шекарада жұмсалып отырса, бұл дегеніміз кәдімгідей мәселе. Мысалы бір ұсыныстар болса, кеңестер болса, саясатымызды жасаған кезде бір осы қоғамдастықтардың, тасымалдаушыларға негізделетін қоғамдастықтардың ойына жүгіреміз. Ируда осындай бір үлкен желі бар, кең желі бар, өзінің жаңағы мүше мемлекеттерінен құрылған. Егер бізде қандай да бір ортақ кеңестер болып жатса, қандай да бір жол картасы болса, жаңа халықаралық тәжірибені ескере отырып, электронды кезек қайсысы дұрыс жұмыс істеп тұрған болса, жаңа халықаралық деңгейде қандай да бір директиваларыңыз болып жатса, қандай да бір шешімдер қабылдай алатын едік, соларға жүгіне алатын едік. Сондықтан сіздерге сұрайтын нәрсем, осы бағытты қарастырсақ, себебі Ирудың мүше мемлекеттері, әрбір мемлекетте өздерінің жаңа беделі бар. Осы ұсыныстарға келгенде осындай бір ойымыз бар. Тағы бір рет осындай бір жемісті жұмыс үшін барлықтарына рахмет айтқым келеді. Рұқсаттарыңыз болса, сұрақ жауапқа көшсек болар еді. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, осы жаңа спикерлерге мархабат. Микрофон бересіздер ма? Қайырлы күн. Қосылып тұр екен. Қайырлы күн. Менің есімім Дугаш Ахметуллина. Аргус агенттігінен келіп отырмын. Өте қызықты сөз сөйледіңіздер. Мынадай сұрақ қойғым келіп отыр. Өз қоғамдастық өкілдеріне Өзбекстан мемлекетінің, Әзербайжан және Қазақстан мемлекеттерінің жалпы жүк тасымалының қанша проценті көлік тасымалына тиесілі, транзит жөнінде ғана айтып отырмыз ба, әлде экспорттық тасымалдаулар да жаңағы жасала ма? Осындай жағдайлар болды ма? Мысалы, қандай да бір жаппай жүктер жаңағы темір жолдан көлікке алмастырылған кездер болды ма? Немесе біз жаңа жалпы жаңағы құны өскен тауарлар жөнінде айтып жатырмыз. Жалпы пай жағынан жауап берсеңіздер жақсы болар еді. Барлығымызға сұрақ қойып отырсыз ба? Умберто мырза айтып кетті ғой, 90% деп. Ал жаңағы сатылатын жүктерге болатын болса, өзіңіз дұрыс айтып өттіңіз. Жаңа қосылған құны төмен тауарлар, көлік тасымалдау дегеніміз қымбат нәрсе. Ол жерде бірінші артықшылық, ол есіктен есікке алып бару. Бұндай құм сияқты нәрселерді ол көлікке ешқашан көшпейді. Бұл қосылған құны жоғары тауарлар, өңдеу деңгейі де өте жоғары. Ал сіз айтып отырсыз, жаңа ұсақ сатылатын тауарлар жөнінде. Егер дәстүрлі жағынан айтатын болсақ, онымен тез жаңа құртылатын дәрі-дәрмектер, қымбат тауарлар
және қазір ең дамып келе жатқан ол электронды жаңағы e-коммерция. Бұндай тауарлар тез жеткізілуді қажет етеді. Бұл жағынан бәсекелес жоқ. Барлығымыз да қалап отырмыз. Мысалы, барлығымыз да біз көлік тасымалдау саласынан келіп отқандықтан барлығымыз да оны жақсы көреміз. Сондықтан, бірақ оның әлеуеті өте көп. Әсіресе e-коммерцтің қарқыны жоғарылап жатқанын ескеретін болсақ. Әрине, есіктен есікке апарған кезде кеше Умберто мырза бір мысал айтып өткен болатын. Мысалы, әуемен жүк тасымалдау 5 есе көп, бірақ жеткізу уақыты бірдей. Мысалы үшін ол жерде әуежайға дейін апару керек, одан кейін әуежайдан соңғы жаңағы апару жолына дейін апару керек. Темір жолда өте көп уақыт алады. Әрине, ол арзандау болады, бірақ барлық жаңағы жеткізу уақытын көбейтетін болсақ, онда көлік тасымалдауына сұраныс жоғары болады деп ойлаймын. Осылай жауап бере алатын шығармын сұрағыңызға. Разрешите? Рұқсат етсеңіздер, қайырлы күн, құрметті мырзалар. Бірінші кезекте форум қатысушыларына, қонақтарға жаңағы қош келдіңіздер деймін. Бүгін бізде стратегиялық жаңағы сессияда да, осы сессияда да айтылып өткен нәрсе цифрландырудың маңыздығы, жаңа әкімшілік және инфрақұрылымдық кедергілерді жою жөнінде әңгіме құрған болатын. Осы жағынан менде бірнеше ұсыныстар мен сұрақтар бар, бірақ айтпас бұрын бірнеше пікірімді айтып өткім келіп отыр. Құрметті ПАМАП өкілі айтып өткен болатын, бұндай мәселелер бар болған. Егер жаңағы броньдау электронды жүйесіне келетін болсақ, қатысушылар ішінде бәлкім пайдалы болып қалар. Соңғы жылдары жаңа ережелер күшіне енді. Осы кезекті броньдау бойынша бұл ережеде бұл дегеніміз 20 мәрпәні құрайды. Бұл жерде екі жаңағы жолы бар. Біріншісі жаңағы қабылдамау, екіншісі уақытын ауыстыру. Егер қолданылмаса, бұл ақша алынады да кейін қайтарылмайды. Бұл осы жаңағы слоттардың жетіспеушілігінің алдын алу үшін жасалған. Сондай-ақ өткізу пункттеріне келген кезде, жиналып қалған кезде осы сервистік зоналар енгізіліп жатыр. Қазіргі таңда ол жерде кезек-кезекмен барлық ақпараттар қамтамасыз етіледі. Яғни кімнің кезегі келіп тұрғаны барлығы жаңағы көрініп тұратын болады таблоидта. Айтқандарыңызбен келісем, бұл жақтағы мәселелер ақырындап шешіліп келе жатыр. Енді біздің мемлекетте цифрландыру белсенді түрде енгізілуде, жүзеге асырылуда. Осы ретте бірнеше ұсыныстар айтып өткім келеді. Бұрын стратегиялық сессия барысында көлік министрлері бірнеше бастамалар ұсынған болатын. Яғни бірыңғай карта, Еуразия картасын құру жөнінде, және осы жоба аясында біз мына нәрсені ұсынғымыз келеді. Осы деректермен жаңа жарияланған баяндамаларды жаңа қолдану және көптеген осы жүйедегі деректердің барлығын ашық көрсету, яғни бизнесте KPI ашық болу үшін жасыл дәліз жүйесі де бар. Мысалы үшін кейбіреулер өткізу бірінші орында болады, сондықтан дәл осыған ұқсас жасыл дәліз жүйесін ұсынғымыз келеді. Мысалы үшін яғни шекарадан өту процесін жеделдету үшін. Мына жерде тұрып отырған сұрағым мынадай, өзіңіз дұрыс айтып өткендей, президенттің жолдауын орындау барысында кедендік жаңа процестерді жеделдету үшін бізде енгізіліп жатыр. Шетелдік жаңа қатысушыларға сұрағым мынадай, осындай бір цифрлік алаңның жаңағы баламалары бар ма? Екінші сұрағым, қатысушылар, сіздердің мемлекеттердің қатысушылары
жаңағы бос жүк көліктерін қайтару жөнінде қандай жұмыс жасап жатыр? Осы екі сұрағым бар. Спасибо за предложение. Ұсынысыңыз үшін рахмет. Қуаныш мырза, Атамекен деген палатаның ол өкілі. Автокөліктерде көп жылдар бойы жұмыс істеді, яғни көлік министрлігінде көп жұмыс атқарған адам. Қазіргі кезде жеткізуші деп жұмыс істеген. Кім жауап бере алады? Кешірім сұрағыңыз, бірінші сұрақ бойынша мен айтайын дедім. Сөз кезегін берді. Бізде практикалық тұрғыда барлық жүктер, яғни барлық азот және тағы басқаларда Түркиядан келетін және Еуропа мемлекеттерінен келетін түрлі құмдар бар біз тасымалдайтын жүктердің арасында. Оларды алып біз Еуропаға да экспорттаймыз. Осындай жүктемелер орын табады және осыларға деген біздегі сұраныс да бар. Себебі темір жол арқылы тасымалда автокөлік немесе соған жақын арада қымбатырақ болады және біздің темір жол тасымалдаумен біз бір ескерту жасап қойғанбыз. Неге? Себебі мен айтқым келіп кетті, кейін осы сұрақ бойынша айта кетемін. Бізде Өзбекстанда автокөлік өте арзан, біз импортталып келу үшін жұмыс жасаймыз. Кейде біздің тасымалдаушыларымыз бос болып кетеді, мүмкін бұл да бір теңгерім болып табылатын шығар экспорттың. Және бізде көптеген мерзімдік, маусымдық тасымалдаулар болып жатыр. Мысалы, кептірілген жеміс жидектерді тасымалдау сияқты. Қазір сұрақтарыңыз жауап беретін болсақ, біз ұзақ бойы жұмыс жасадық көлік министрлігімен де және біз белгілі бір алаңды құрдық. Бұл логистика якус деп аталады. Бұл жүйе қалай жұмыс жасайды? Біз Американдық жүйені алып, яғни ол жүйеде диспетчерлер мен басқаларды жасайтын жүйені алып және европалық және басқа үлкен компаниялардың жүйелерін алып, яғни оларда миллиондаған немесе 2 миллиондаған көптеген қаражаттарға алған өздерінің. Және бұл кезде бұл қазіргі кезде бізге маршруттарды береді, интеграцияланады көлік министрлігімен де бірге. Қазіргі кезде бізде ең оңтайлы жол бағытын көрсетеді, қай жерде тоқтау керек екенін көрсетеді, қай жерде қалай, яғни жақын жерде, жақын маңайда қай жерде тоқтау керегін көрсетеді және бұл карта жер сілтемесі арқылы жұмыс жасайды. Бұл көлік қай жерде орналасқан көрсетеді, жүргізушілер үшін бүткіл жүктер қайда орналасқан көрсетеді, яғни сіздер Мәскеудің жанында болсаңыздар немесе Мерсина, Түркия, Стамбул жанында болсаңыздар, мысалы 10 километр жағында сізге карта бойынша көрсетіліп тұрады барлығы және де сізде қай қоймалар, қай қажетті заттар бос болғанын көрсетеді, барлық қандай оның қолжетімділігі бар болатынын көрсетеді осы жүйелер арқылы, яғни осы бойынша біз жұмыс істедік. Ол қазір 2 ай бойынша жұмыс істеп жатыр. Қазір кіріп көрсеңіздер болады, бірақ бұл тек қана өзбек тасымалдаушылар үшін, импорттаушылар мен экспорттаушылар үшін. Бірақ жаңа жылдан кейін оны басқаларға да, яғни шет елден келген тасымалдаушыларға да қолдануға болады. Рахмет. Құрметті әріптестер, мұнда мен барлықтарыңызға қош келдіңіздер деп айтқым келеді осындай форумға, жоғарғы деңгейде өтіп жатқан. Және бізде де кейбір сұрақтарымыз бар, яғни Александр Карпук қозғап кеткен сұрақтар. Мұнда бірнеше кезекте тұру бойынша мәселелер болған, яғни президенттік деңгейге дейін шығардық бұл мәселелерді. Қазір біздер аянбай еңбек етіп жатырмыз бұл мәселе бойынша. Және бұл жерде бірақ
бізде бір мәселе бар. Яғни министрдің бұйрықтары бойынша жетеушіліктер болып жатыр. Қазір бұйрық қаншалықты орындалу процесін білетіндер. Бұл 3-4 ай немесе одан да ұзағырақ өтетінін білеміз. Бұны қаншалық тез қабылдайтынына байланысты болады. Бұның барлығы сол жерде өз ойларымызды айтты. Яғни бұл жерде бұйрықтар іске асырыла бастады. Және мұнда сізден көптеген сұрақтарыңыз ескерілді, бірақ әлі де қарастыру керек. Және бұл электрондық кезекке тұру бойынша Белорусияға да, Белорусия тарапына да бірнеше сұрақтарымыз бар екен. Біз ол жерде 30 күнге дейін тұрамыз. Яғни бұл сұрақтар әлде, бұл мәселелер әлі шешілмей жатыр. Еуропаға барып қайту да өте көп уақыт алады. Объективті, субъективті бізде бұл жерде себептері бар. Бірақ біз бұның барлығын тең дәрежеде шешуіміз қажет. Және де әрдайым сұрақтар пайда болады. Электрондық кезек деген не туралы? Электрондық кезекке дейін бізде кезектер болмаған. Электрондық кезек пайда болғанымен айлап тұра бастадық. Компьютерлік технологиялар, хакерлер, боттар арқылы мәселелер пайда бола бастады. Біз бұндайға ешқашан тап болмағанбыз, бірақ жаһандық тұрғыда бізде конференция болған, сол жерде осыны қарастырдық. Кез келген жаңалықтар әлі де қолданысқа енуі керек. Оны белгілі бір тұрақта қолданысқа енгізіп, кейін ары қарай дамытуымыз қажет. Бірақ бізде басылымдықтар болса, яғни төбеден келетін, бұның барлығын реттеу қажет деп адамдардың көбісі қорқа бастайды. Бірақ оның бәрі де реттеуге болады, яғни қарастыруға болады. Бірақ әлі де біз үйреніп келеміз бұндай жағдайлардан. Және бұл жағдай жақсарады деген ойдамын. Біз жаңа министрдің бұйрығын әлі де бақылап келе жатырмыз. Бізге әлі де директемелерді алу керек. Әлі 6 күн бар, және оның барлығы қалай жұмыс істейтінін көреміз. Екінші сұрақ, менде әлі көптеген сұрақтар бар. Біздің мемлекеттер арамызда туындайтын Белорусия, Ресей, Литва, Латвия туралы біз өйткені мемлекет арамызда мәселелер бар. Мәселе болмауы мүмкін емес, мәселелер бар. Бірақ біздің әріптестерімізбен, яғни Латвия тарапынан келген сұрақ қойғым келеді. Біз өз кездерімізден андай теріс жағдайларға дейін де жетіп келдік. Барлық сөйлесу каналдарын жауып тастады. Және бүткіл жағдайлар нашарлана бастады. Бірақ бір аптада біз сұхбаттастықты бастадық. 2 аптадан кейін бізге үкіметтік органдар қосылып, 3 аптадан кейін барлық мәселелерді біз шеше алдық. Сондықтан да мемлекет аралық үкіметтерге келетін болсақ, төбеде барлығы шешілсе, мұнда да барлығы шешілетін болады. Және мұнда тасымалдаушылар арасындағы сұхбаттастықта өте маңызды, өйткені теріс ойлар неден пайда болады, яғни тасымалдаушылармен бір қателіктер болса. Яғни біз жұмыс топтарында осыны барлығын қарастырамыз, ойластырамыз. Министрлік және одан да жоғары жерлерге барлығын жеткізіледі, барлық құжаттарға да қол қойылады. Және бізде жұмыс топтары бар ма? Белорусия, Ресейлермен жұмыс топтары бар ма? Мысалы, Литвамен бар. Бүгін мысалы біз Латвиямен жақсы қарым-қатынас жасадық. Сондықтан да мұнда бізде көптеген жұмыс бар алдымызда, яғни оны барлығымыз қарастыруымыз керек. Бұл өте сезімтал тақырып болып табылады. Бұл жүргізушілердің, қазақстандық фирмалардағы жүргізушілердің жұмысы туралы, электрондық тұрғыда рұқсат беру туралы ең алдымен біз осының барлығын ассоциациялар арасында барлығымыз қарастыруымыз қажет, яғни бізге компромисс табу керек. Осының барлығы оңайырақ болады. Мемлекеттік үкіметтерге жұмыс істеуге барлығына бірге қол қойсақ, біз өзіміздің үкіметтерімізді осы мәселелерді ары қарай жүруін талап етеміз.
және осы себептерден қақтығыстық жағдайлар туындай бастайды. Осы мәселелердің шешуін талап етемін, өйткені дипломаттар осы мәселені шеше алады, біздің президент айтып кеткендей, және осындай жұмыс топтарын құрайық. Мысалы, Әзербайжанмен, Өзбекстанмен сөйлесетін көптеген біздің мәселелеріміз бар. Және біз нені қарастырып, не шешкеніміз туралы айтуымыз да керек. Бізде қақтығыстық жағдайлар болмаған кезде осы себептерді шешіп тастау жақсырақ болады. Біз мәмілеге келсек, барлығы жақсы болады, яғни ойларымызбен бөлініп, бірнеше қосымша заттармен алмассақ та, сонымен қоса біздің жеткізушілердің әлеуеті туралы айтып кететін, яғни мен осы туралы айтып кеткім келді. Соларды қарастырсақ, осы мәселені шешу оңайырақ болады. Назарыңызға рахмет. Сіз сұрақ қойдыңыз да, өзіңіз жауап бердіңіз. Иә, болады. Рахмет. Енді мен сіздің соңғы сөйлеміңізден бастаймын. Сізбен толықтай келісемін және оның барлығын мен растаймын. Сонымен қатар қайта тізбекке қою мәселелері бойынша президент оны не жасаған туралы айтып кеткен, ол яғни пандемия, індет себебінен болды. Мәселе өзгерді, санкциялар қойылған кезде, яғни бұл біздің халықаралық тәжірибеміз болды, және бұл қазіргі кезде ең жалғыз біздің мүмкіндігіміз жүк тасымалдауында қатысу деген. Бірақ қазір әрине біз келісуіміз қажет бір-бірімізбен. Ең алғашқы шекарадағы кодекстің өзгеру бойынша ең алғашқы шегінде ол 275-ші бап бойынша біз жұмыс істеп жатырмыз. 4-ші тармағы бойынша, және бұл алаңда осы туралы сөйлесіп жатқан кезде біз келіссек те бизнес келіспейді, және сондықтан да біз шешім қабылдай алмаймыз деген айтып отыр. Төртеуі келіссе де, 5-шісі келіспейді деп айтып отыр. Сондықтан, бізде кезектер болды, біз оларды тек қана цифрландырдық. Ал қазіргі кезде қазақстандық жүргізушілер 15 немесе одан да көп күндер Балтикалық бағдар бойынша тұрса, ол өзінің келісім шарты бойынша өз міндеттемелерін орындамайды. Беларусьтақ өздерін қаншалықты қажет болса да, соншалықты кіргізе береді өздерінің шекараларынан. Литовтықтарда ондай емес. Қандай конвой туралы айтып отырсыз? Бұл өздерінің басымдықтары шеңберінде айтылады. Бұл оны асыра сілтеп қолдану. Қазақстандық тасымалдаушылар өздерінің сол қамтамасыз етуіне байланысты жасалынған барлық жеткізу тізбегіне жасалынған нәрселердің сылтау ретінде пайдаланып, осының барлығын іске асырылып жатыр. Және де сонымен қатар Ішкі істер министрлігінің департаменті арқылы бұны басымдық ретінде көреді, бірақ онымен қазір біз қолданбаймыз, оны қолдана алмаймыз. Болды, қабылданады, рахмет. Болды, рахмет. Тағы да сұрақтар бар ма? Әріптестер рұқсат. Есім Абайлы Данияр. Алдымен ұйымдастырушыларға, шетелден келген қонақтарға алғыс. А вопрос вот к принимающей стороне. Селим Мырза, Мақсат Мырза, возможно, коллеги. Өзбекстаннан келген біздің әріптестеріміз, Санжар, сіз де өз тәжірибеңізбен бөлісесіз бе? Өткен аптада біз бірнеше Алматыдан Индияға жүк тасымалдау туралы мәселені қарастырдық. Қазақстандық жүк тасымалдаушылар мамандары аз. Екіншіден, ол өте үлкен фрахт. Осы құн біздің жолаушылар талап ететін. Астана, Мәскеу, Алматы, Лахор
яғни Пакистан, Индияның жанында тұратын, Үндістанмен тұратын жағындағы бағыттар бойынша жүруге үлкен құн сұрайды. Үшіншіден, біз Үндістанның тасымалдау компаниясымен сұхбаттастық жүрдік. Түркменстан, Иран мен жаңада теңіз арқылы, Үндістандық порт арқылы, яғни Мумбайдағы сіздің сұрағыңызға ұқсас шығар, осы теңіз жүктерін көліктерге тіркеп, осының барлығын жүргізу туралы айтып отырмыз. Осының барлығы осы бағытта жасалынып жүр ма, немесе біздің порттар тым кішкентай ма, немесе актуалды емес? Спасибо. Рахмет, шын мәнінде бұл өте қызықты сұрақ. Ол жерде жүктердің көлемі жеткілікті, бұл жаңа нарық. Сондықтан мемлекеттер белсенді түрде солтүстік, оңтүстік бағыттарын дамытуда, яғни сол нарықтағы Пакистан немесе Үндістан жағына, Иран, Түркменстан, Қазақстан арқылы өтетін, келесі Ресейге өтетін бағыттар бойынша әлі жұмыстар жүргізілуде. Қазіргі таңда Қазақстан мен Үндістан арасында келісім шарттар жоқ ондай. Біз ондай автомобильді тасымалдау туралы мәселелерді әлі қарастырған жоқпыз, бірақ соған қарамастан біз жүктерді мультимодальдық кесте бойынша оны кіргізе аламыз. Біз бұл сұрақты үкімет аралық келісімдерге отыру туралы сөйлесеміз, яғни Қазақстан мен Үндістан арасындағы қарым-қатынас жақсара бастаса, құрғақ жермен, яғни жермен тасымалдау туралы мәліметтер жақсы болады. Және қазіргі ең бір шешімдердің бірі ол мультимодальдық тасымалдау. Рахмет. Яғни бір сұрақ, біз Қытайдан Еуропаға жеткізу туралы алатын болсақ, мысал ретінде 60 күндік мерзімді қажет етеді, 8-12 күнге дейін жер бойынша, және Еуропадан Кувейтқа дейін алатын уақыттары да өте ұзақ болады. Мысалы 50 күн мерзімін қажет етеді, жер бойынша ол 5 күнге созылады. Осы тауарлардың құндылығы неде сонда? Және барлығын темір жолға немесе кемеге тіркесеңіздер де, осы барлық жеткізілетін тауарлардың маңыздылығы сонда не болып табылады кезекте ұзақ бойы тұрса? Қайырлы күн, қадірменді біздің серіктестеріміз. Ең алдымен берілген ақпаратқа алғысымды айтамын. Барлығы өте оң көзқараста қалдым осыдан кейін. Ең алдымен мен сізге алғысымды айтқым келеді. Бүгінгі қайратқа сәттілік тілегеніңіз үшін. Біздің Қарабақ 0-2-де жеңіс тапқанын білеміз. Сондықтан бізде де кішкентай болса да әлі де жеңу мүмкіндігіміз бар. Сондықтан біз сіздердің Америкадағы футболды командаңыздың жеңісіне сенеміз. Біз боламыз деп ойладық, енді сіздер орталық Азиядан шыққан екенсіздер, сондықтан үлкен рахмет. Ал енді заңгезулық дәліз туралы айтатын болсақ, яғни теңізшілер біздің порттардан жүретін, Ақтаудан жүретін кеме компаниялар теңгезор, ол ықтималды түрде ең бір жүретін айлықтардың бірі болады. Тек қана тасымалдау емес, туристік жағынан да, Түркия солтүстік жағынан жерорта теңізі де бар, ол жерде де өте әдемі. Сол сіздердің бағалауларыңыз бойынша Зангезой дәлізі қашан жұмыс істеуін бастайды? Сіздің ойыңыз бойынша бұл әрине өте маңызды геосаяси сұрақ, бірақ біз автомобилистер, теміржолаушылар да ең маңызды тармақтарының бірі біздің осы орталық дәліздегі
және мен қазір соңғы рет осы тамыз айында Америкада қол қойылған келісімшарт бойынша біздің тарапымыздан Әзербайжаннан барлық жерлерді босатылғаннан кейін тарихи оқшауланған геосаяси сұрақтар қалып тұр. Солар шешілгеннен кейін барлығын жасауға болады. Енді біз оған үміттенеміз. Мысалы, кеше біз кездескенбіз, осыған ұқсас сұрақтарды сұрағанбыз. Оның іске қосылуы, Құдай қаласа бір жылдан кейін оның барлығын бітіретін боламыз. Енді ол жерде кейбір саяси бір мәселелері бар, оны біз яғни бірнеше километр жерлерге байланысты, яғни Ресей жерлеріне байланысты кейбір сұрақтар бар, анандай сезімтал сұрақтар бар бізде. Сондықтан құрылыс бойынша бізде жоспарлы негізінен аз автомобильдерге қиындау болады, таулар орналасқандықтан жүру үшін. Сондықтан техникалық тұрғыдан 2 жыл. Бірақ ешқандай кідірістер болмаса осыған байланысты. Әріптестер, қайырлы күн. Осындай өте қызықты баяндамаларыңыз үшін рахмет. Тыңдауға өте ұнады маған. Каздрим компаниясынан келген Бекжанмын. Бір смарт-карга алаңын қолданамыз. Кеден шекаралық жүйесін қолданамыз. Біз оны өткен жылы қараша айында іске қостық, және жақында осы келесі айда НДП кітабы бойынша оны тағы да жүзеге асырамыз. Біз әріптестерімізбен бірге интеграцияны іске асырып жатырмыз. Сонымен қатар кеден жүйесі бойынша смарт-карга жүйесі де пайда болды. Оның ең алғашқы бірінші мақсаты жасыл дәлізді жасау. Қазақстандағы біз президенттің жолдауы бойынша алға жылжып жатырмыз. Бізде өте жақсы мысалымыз бар осының іске асырудың. Ол яғни НДП бойынша біздің барлық жүктеріміз, барлық кәдімгі транзиттер бойынша жүретін жүктер сияқты ең көп уақытты сол шекаралық тексеріс алады. Бізде бірінші сұраққа келетін болсақ, ол осы сұрақты біз қарастырып жатырмыз. Өте көп жұмыстар жасалып жатыр. Оны іске асыру бойынша. Екіншіден, смарт-каргоны іске қосқан кезде соны көрсетеміз. Екіншіден, осы әріптестерді бізді қолдауды сұраймыз. Бізде өте жақсы жетістіктерге жеткен жобаларымыз да бар. Біз автоматтық транзиттік декларацияларын шығаруын іске асырдық. Яғни бұл жүйесі КТЖ жүйелерімен бірігіп, яғни кеден жүйелерімен бірігіп, өзіндік шешімдерін көрсететін жүйе болады. Бұл жеткізушілердің тарапынан шығарылатын, және осындай біз құжаттық тексерістер автоматты түрде жасалынатын болады. Яғни шекарадағы тексерушіде тек қана 30 ғана минут болады. Осы декларацияны шығару тоқтату үшін кейбір қателіктер табылса, соларды реттеудің уақыттары да болады. Ал электрондық декларация қауіптерді реттеу жүйесі бойынша тексеріледі. Яғни біз 8 контейнерлерді өткіздік. Яғни осындай декларацияларды қарастыру жүйелері де бар. Және дәл осындай шешімдерді біз автокөлік тасымалдауда да осыны қолдануды біз ұсынамыз. Бұл жерде барлығы сәйкес келеді. Тура осыны қолдансамыз болады. Және біз бұл мәселені смарт-карга тарапынан үкіметтік қаражат министрлігіне де айттық. Рахмет бұндай ақпарат үшін. Шын мәнінде де Каздрим компаниясы көптеген жобаларды жасайды. Көлік саласы бойынша көптеген тасымалдауды жеңілдететін. Бірақ менің ойымша бізді үкіметтік органдар қолдайды, және де бизнес
ұйымдары да, қалғандары да. Және осы ақпарат үшін рахмет. Басқа сұрақтар бар ма? Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер, менде сұрақ бар. Селим мырзаға менде сұрағым бар, маңызды сұрағым. Бізді алаңдайды, яғни кәсіпкерлер мен жүргізушілер ретінде мұнда көптеген 2000 ба 3000 машиналар Ресей мен Қазақстан арасында қалды. Яғни біз жүргізушілеріміз осы жүктерді тасымалдаумен жанысып жатыр. Халықаралық дәліздер, жаңа жібек жолы, барлық сіз талқылап отқан бұл тақырыптар бізге қазір маңызды емес, өйткені бізде басқа осы мәселеміз тұр алдыда. Кем дегенде бір кіріске шығу үшін, яғни үйге алып келетін қаражат болатындай жұмыс істейтін бізде мәселе тұр бізде. Яғни мен бұны түсінбеймін, яғни бұл менің мүмкін тақырыбым да емес. Бірақ біздің тасымалдаушыларымыз осы мәселе бойынша кезектерді жою бойынша қандай жұмыс атқарылып жатқанын білгіміз келеді. Осы бүткіл жүктерді Ресейге және Ресейден қалай тасымалдауға жақсы мүмкіндік беретін қалай қамтамасыз етеміз. Қазақстан мен Ресей арасында негізінде 30 автомобильді көлік өткізу айлақтары бар. Біз орталық ресейлік пен бірге келісімге келді. Барлық кіргізу порттарында біз жаңа модернизация жасау туралы келісімге келдік. Яғни бұның ішіне не кіреді? Бұл жерде кейбір ИДК тексеріс жүйелері жетіспейді. Бұндай тексеріс жүйелері жоқ пункттерінде көптеген мәселе туындайды, яғни жүргізушілерге байланысты. Яғни осыған байланысты бізде кейбір кезеңдер болады. Тасымалдау көлемі көбейеді. Мысалы, Өзбекстан мен арасында жасалынатын тасымалдарды алатын болсақ. Сонымен қатар, яғни осылайша сіздерге күту керек болады. Бір шешімдердің бірі осының бәрін оңтайландыру болады. Яғни біз осы мәселе бойынша үкіметтік органдармен жұмыс жасаудамыз. Бірақ бұл мәселені ол шеше алмайды, бұл жүйе. Электрондық құжат болса да, ол әлі де барлығына жетіспейді. Сондықтан да біз кеше де кездескенбіз сіздердің әріптестеріңізбен. Сіздердегі Андрей мырзамен де кездескенбіз. Біз өзіміздің ұсынысымызды айтқанбыз. Жақын арада күтетініміз туралы осы шешімдерін қосымша электрондық құжаттарды жасау бланктерінде күтетініміз туралы айтқанбыз. Бір-бірімізге берген 11 берілген бланк болған. Қазақстан тарапынан осы барлық бланктер қазірдің өзінде қолданылған. Бірақ қалған тараптар 60% ғана қолданған. Сондықтан қазір бізде кішкене сұхбаттастық кезеңі болып жатыр. Бірақ біз бұның шешім табамыз деп сенімдімін. Соған рахмет. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы күн, құрметті әріптестер. Мен Түркменстанның тасымалдаушылар өкілі болып табыламын. Мен Қуанышұлы мырзаға сұрағым бар. Бүгін өзіңіздің сөзіңізде айтып өткен едіңіз, осы рұқсат керек емес жүйеге өту керек деп айтқан едіңіз. Жеке сектор болған шақыратын едім, бірақ үкімет бұл позицияны үнемі қорғап отыратын, сақтау керек деп. Бірақ қазір үрдіс басқаша, үкіметте осы позицияны қабылдай бастады. Ақырында бұл сауданы және жүк тасымалына кедергі келтіретінін түсініп жатыр. Біз жақтан да осындай шешім қабылданған болатын. Осы келісімге протоколға қол қойылды. Түркменстан мен Қазақстан арасындағы жүк тасымалы жөнінде Түркменстан парламент ратификациялады, бірақ Қазақстанда әлі ратификация өтпеген болу керек. Осы жердегі менің сұрағым, қашан осы өзгерістердің жаңағы жүзеге асқанын қашан күте аламыз? Шын мәнінде де Түркменстанмен рұқсат керек емес жүйені қол қойған болатынбыз. Қазіргі кезде ратификация жүйесі жүріп жатыр. Осы келесі жылдың 1
ширегінде қол қоямыз деп күтіліп отырмыз. Содан кейін екі ел арасында рұқсат керек емес жүйе жүзеге асады. Одан кейін Иран және Түркия мемлекеттерімен дәл сондай жүйеге ауысу жөнінде талқылаған болатынбыз. Яғни құрлық оңтүстік жолын бағытын жаңағы дамыту мақсатында Иран, Түркия, Түркменстан, Болгария деген жаңағы мемлекеттермен жұмыс жасап жатырмыз. Енді осы жердегі бірінші осы жөніндегі жүйе жөніндегі мәселе шешіп жатыр. Бұл жерде қалып отырған мәселе ол виза мәселесі, яғни Түркменстан мен Қазақстан арасындағы. Онымен бірге біз халықаралық жүргізушілерді виза керек емес болу жүйесін жасап жатырмыз. Ол кезде енді нақты жауап берсем, келесі жылдың бірінші ширегінде ратификация жасалып, барлығы да жүзеге енетін болады. Әріптестер, тағы сұрақ бар ма екен? Бізде екінші іс-шара қазір келе жатыр екен, сондықтан серіктестік диалог деп жатыр. Ол жерге барып жалғастыруымызға болады. Барлықтарыңызға рахмет. Келген адамдардың барлығына рахмет. Спикерлерге де сондай бір мазмұнды сөз сөйлегендеріңізге рахмет. Сессия жабық деп жариялаймын.